Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жұмаделова Қанат Қаратайұлы. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтары 4-ші сынып. Оқу мақсаты: дерек сөздерде кездескен жаңа сөздердің мағынасын мән-мәтін бойынша анықтау. Тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мәтін жазу. Етістікті тиісті шақта қолдану. Бүгінгі тақырыбымыз, тарауымыз ғарышқа саяхат. Бұл тарауда біз сын есім, сан есім туралы білетінімізді еске түсіреміз. Етістікті тиісті шақта қолданамыз. Қарсы мәнді сын есімдермен сөйлем құрауды, дара және күрделі сын есімдерді анықтауды үйренеміз. Іс-қимылға байланысты бізде 3 сурет берілген: биле, жүгір, секір. Осы сөздерді жекеше көпше түрде жіктейміз және сол сөзге сөйлем құраймыз. Мысалы, жүгір. Мен жүгірдім. Сен жүгірдің. Ол жүгірді. Біз жүгірдік. Сендер жүгірдіңдер. Олар жүгірді. Марат жүгірді. Ары қарай балалар өзіміз жалғастырамыз. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, шылау, одағай, үстеу, еліктеу сөздер. Етістік деген не? Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктің жіктелуі дегеніміз не? Етістікке жіктік жалғауы жалғанып өзгеруін етістіктің жіктелуі дейміз. Етістікті жіктегенде неше жағы, неше түрі бар екен? Етістікті жіктеген кезде 3 жағы және 2 түрі бар. Ал ендеше бүгінгі сабағымызда етістіктің шақтарын өтеміз. Етістіктің шақтарын өтпес бұрын балалар, шақ деген сөздің мағынасы қандай? Мысал келтіріп, сөз тіркесін жасайық. Шақ деген сөзді қалай түсінесіңдер? Шақ дегеніміз мезгіл, мекен. Мысалы, бақытты балалық шақ, жастық шақ, кәрілік шақ. Шақ іс-әрекетті, қимылды білдіреді. Мысалы, өріктің сүйегін шақ. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Қазақ тілінде етістіктің 3 шағы бар: осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Осы шақ етістіктер не істеп отырмын, не істеп отырсың, не істеп отыр деген сұрақтарға жауап береді. Жұрнақтары ып, іп, п. Отыр, тұр, жүр, жатыр көмекші сөздері арқылы жасалады. Өткен шақ етістіктер іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Өткен шақ етістіктер не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Жұрнақтары ып, іп, п, д, д, т, т, ған, ген, қан, кен, атын, етін, еді, екен. Келер шақ етістіктер іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді.
келешек жетістіктері не істеймін, не істейсің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Жұрнақтары мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек, шы, еді, емес. Қазір балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші жаттығуда мұқият тыңда, мәтіннің негізгі тұстарын белгіле. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық аспан денелерінің бір-бірімен қашықтығын жердегі өлшеумен, айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 000 километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,3 секундта, күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейінгі аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігі ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер, бүкіл ғалам, олардың аралықтарындағы әлемдік посткеңістіктер, әлемдік шаң тозаң мен газ шоғырлары, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Енді осы мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетін білдіріп тұрғанын айтып дәптерімізге жазамыз. Келесі оқулығымыздағы 3-ші жаттығуға назар аударамыз. Мұнда бізге жұмбақ берілген. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соныңда із қалады. Осы жұмбақтың шешуін тауып дәптерімізге жазамыз. Және бұл жұмбақтағы етістікті тауып, ол етістіктің қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Енді балалар шамалы сергіп алайық. Бойыңды сергек тұғыста, деміңді ішке тез алда, емін еркін тыныста. Сол қолыңды соз алға, қол ұшына қарада, үшбұрышсыз ауада, оң қолда бос тұрмасын, шеңбер жасап зырласын. Оқулығымыздағы келесі жаттығуға қараймыз. 4-ші жаттығуда жаңылпаштар берілген. Жаңылпаштарды қатесіз жазып, каллиграфиялық нормаларды сақтап, етістікті тауып, астын сызып, қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Ғарышкер ұшты ғарышқа, ғарышқа ұшты ғарышкер, айтшы ғарыш алыс па? Келесі тапсырмамызда сәйкестендіру тесті берілген. Төменде жұрнақтар және көмекші сөздердің қай жақ түрлеріне қатысты екенін тауып, дәптерімізге жазамыз. Семантикалық карта берілген. Сөздер берілген: жыртып жүр, барар, жазып отыр, оқыған едік, келесіңдер, барғанмын, келіп кетпек, ойнап отыр. Осы сөздерді қай шақта тұр? Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Қайсында тұр? Соған апарып, қосу таңбасын қоямыз. Міне балалар. Сабағымызды қорытындылай келе, сонымен балалар, етістіктің шағы дегеніміз не? Етістіктің неше шағы бар? Осы шақ әрекеттің қай мезгілде өтіп жатқанын білдіреді. Өткен шақ пен келер шақ туралы не айтуға болады? Бүгінгі өткен сабақтағы ереже дәптерімізге жазып отырамыз. Үйге 6-шы жаттығу, 80-ші бет. Төменде тірек сөздер берілген. Сол тірек сөздерді қолдана отырып, қазақ ғарышкері тақырыбына мақала жазамыз.
Балалар, бүгінгі өткен сабағымызға рефлексия берілген. Онда 3 түсте сөздер берілген. Бүгінгі онлайн сабағымызда түсінгендеріңді жазып, маған жіберіңдер. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.